Бүгін Медеу ауданының сотында нотариус Зинаида ханның заңсыз әрекеттеріне байланысты сот болып, сот біздің пайдамызға үлкен жолға есік ашып берді. Сотта нотариус Зинаида хан бұлар мені даулай алмайды, себебі тәртіптік комиссияның шешімінің шығып кеткеніне 10 күннен аса уақыт өтіп кетті десе, Бабакованың адвокаты Тапаева бұлар нотариусты сотқа бере алмайды, себебі сотқа беру уақытын өткізіп алған. Гүлсім 1 жылдан бері әлеуметтік желіге шығып айтып жүр. Егер оның әрекеті заңды болатын болса, неге ол әлеуметтік желіге шықпай сотқа бермейді деп екеуі де бір мағынада сөйлеп тұр. Сонда бұларда қылмыскерлер жазаланбайды, біз білгенімізді істейміз деген ұстаным ба? Бұлар екеуі де заңның адамы болғаннан кейін қылмыс естіген, білген күннен бастап емес, нақты құжаттар қолға тиген күннен бастап дауласатынын білу керек. 21 жылы жасалған нотариустың заңсыз әрекеттерін бұлар не Ақтөбе қаласының, не Медеу ауданының сотына жазған талап арыздарында көрсетпей жасырып келген. 24 жылы бізде қылмыстық іс ашылып, сол кезде нотариустың әрекетінде қылмыстық құрам бар деген көй ашылып, біз сол көйді әділет департаментіне ұсынған болатынбыз. Себебі қылмыстық іс аяқталмай тұрып, толық айғақтарды қолға бермейтінін олар жақсы білу керек. Әділет департаменті нақты нотариустың қандай заң бұзғанын анықталғаннан кейін біз Алматы қаласының нотариаттар палатасына тәртіптік жаза шара қолдану үшін ұсындық. Ол жерде де іс дұрыс жүрмей, қылмыскердің қылмысын жасыру үшін әрекет жасағаннан кейін нотариаттар палатасы содан кейін барып сотқа жүгіндік. Соттардың өзінде бұлар 40 өтір 40 айласын пайдаланып, менің алдымды ораумен келе жатыр. Бабакованың әрекеті заңсыздығы тек қана бір нотариустың ісімен байланысты ғана емес, оның қылмыстары өте көп, жетерлік. Алдағы уақытта барлығын жеке өздеріңізге айтатын боламын. Тек айтып қана қоймай, олардың жазаланған сәттерін де бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан алдағы уақытта менімен бірге болыңыздар, мені қолдап отырыңыздар. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін деген ұстаныммен алдағы уақытта елімізде керемет күн туады деген сенімдемін.